Ну что, 3 мои подписчики, привет! Для вас этот мой подкаст деп айтатын прикол бар ғой. Мен бүгін рилсқа шықтым, чтобы 3 подписчигім маған лайк басу үшін дегендей. В последнее время, к сожалению, это про меня тоже. В последнее время, знаете, у меня и как бы өте қатты охваттар түсіп жатыр. Не знаю почему, возможно, алгоритм меняется, возможно, теневой бандамын, еще какие-то причины, но охват түсіп жатыр. Бірақ самый прикол в том, что я это, оказывается, не заметила. То есть мен оған вообще мән бермей рилстарды ары қарай тапить етіп жатырмын, подкасттар шығарып жатырмын. Все у меня стабильно, неше түрлі идеялармен деп өзім ажиотажда жүрмін. И бір күні оқырманым айтады да, сізде кәдімгідей азайып жатыр, қалай сіз әлі алдыға келе жатырсыз деп, да. То есть тут мы сегодня, девчат, поговорим именно про это, про настойчивость, как можно сыртқы факторға қарамастан алдыға қалай жылжуға болады. Осы туралы сөйлесетін боламыз, себебі ол қазіргі таңда өте қатты керек қасиеттердің бірі. Мы все сейчас очень сильно любим быстрый дофамин, тез результатқа жеткіміз келеді. Бірақ өкінішке орай дәл осы настойчивость сізді болашаққа стипендиясына да түсіреді, дәл осы настойчивость сізді карьерный ростқа алып келеді, дәл осы настойчивость сіздің оқырманыңыздың көбеюіне де әсер етеді, дәл осы настойчивость доходыңыздың өсуіне әсер етеді. То есть без этой настойчивости, к сожалению, никуда. Сізде мықты талант болса да, не нәрсе болса да, бірақ өкінішке орай ол до порой до времени ішкі мықты мотиватор, настойчивость болғанда ғана сіз үлкен стабильный ростқа жетесіз. И сегодня я хочу вот в таком вот в домашнем формате с вами поговорить и посекретничать. До конца видеоны қарайтын болсаңыздар, мүмкін даже сыйлықтар сыйлайтын боламын. Кстати, сіздермен бірге мен Серік Аймұратқызы, жаңадан вдруг мені көріп отырған болсаңыз, 7 жылдық тәжірибесі бар, 3000-ға жоқ консультация жасаған тәжірибелі нейропсихологпын. Қазіргі таңда Қазақстандағы ең престижді университеттердің бірі СДУ-да психолог ретінде лекция жүргіземін, әрі терапияға адамдарды қабылдаймын. Бүгін сіздер менің үйімдесіздер, қонаққа қош келдіңіздер. Но осындай вот душевный форматта түсіргім келді, потому что мы говорим о самом моем уязвимом моменте, где на самом деле, да, в последнее время у меня не получается. Успешный успех емес, реально не получается. Охваттар өспей жатыр, но несмотря на это, клиенттерім реально любой жақтан келеді, да, то есть табылып жатыр. Охват азайса да, доход азайып жатқан жоқ, клиенттердің келісі азайып жатқан жоқ. То есть на это вообще никак не влияет. Это еще одно доказательство того, что сыртқы фактор результатқа тең бола алмайды. Иногда, например, ко мне даже на менторство приходят люди, у кого вообще там стористағы охват менен 100 есе көп, там 10 мың, там 20 мың, 100 мың адам қарайды дегендей, но доход олай қатты тұрақты емес, да. То есть бұл жерде ключевой момент сіздің мақсатыңыз не, и соған қарай сіз алдыға жылжи алуыңыз үшін сіздегі осы маңызды 3 лайфхакты мен сізге айтатын боламын. Окей? То есть өзіңізге бір мақсат қоясыз және оған жету үшін мына 3 лайфхакты өте қатты ұстанатын болсаңыз, онда бұл сізге өмір бойы өте күшті көмектесетін болады. Ендеше видеоның соңына дейін қараңыздар, бұл лайфхактарды қалтаңызға салып алып кетіңіздер, и в то же время соңындағы сыйлықтан бос қалмай оны да қолданып қалыңыздар. Окей, идем кеттік. Сонымен, настойчивость өте маңызды екендігін айттым, қыздар. Это уже сокровенно, обязательно важно иметь вот это вот качество. Если это у вас хромает, то надо как-то это корректировать. А как и с чего это начать? Давайте сегодня об этом поговорим. Сонымен, бірінші өте маңызды лайфхактардың бірі сіздің ішіңіздегі лотус қайсында тұр. То есть фокус деп айтсам, түсініктірер болар. А кейбір адамдар бар, фокусы сыртта, кейбір адамдар бар, фокусы іште. То есть локус контроля деп айтып жатады психологияда. Локус контроля егер сыртта болатын болса, көбінесе ол адам из позиции жертвы. Егер локус контроля іштен болатын болса, көбінесе адам проактивный человек, то есть реактивный емес, проактивный, алдыға жылжитын адам. Давайте просто кейс-стадимен чисто сердечно признаемся, сіздің фокусыңыз кейс-стадимен түсініңізші. Локус контроля где у вас? Сыртта ма, әлде іште ма? Өзіңіздің сөздеріңізге фильтр жасаңыз. В последнее время какие слова вы часто используете? Если, бәрі өзімен өзі жақсы болады да,
деген секілді. Или же білмеймін, осы пробка ешқашан бітпейді, өмір бойы осы қиыншылықтың артына қиыншылық десеңіз. Или же оқуға түсем ба түспеймін ба көреміз да, енді тағдырдағы бұйырған болады да деген секілді сөздерді көп қолданатын болсаңыз, немесе көбімізге танымал хайырлысы деген сияқты сөздер көп қолданатын болсамыз, көбінесе, то есть если, конечно, это в дұрыс жерде қолдану бар, дұрыс емес жерде қолдану бар. Дұрыс емес жерде қолданатын болсақ, онда көбінесе локус контроля сыртта деген сөз. То есть мы уже целенаправленно часто говорим сырттағы адамдарға да, и типа как бір нәрсе болмай қалса, мен қатты кінәлі емеспін, жағдай солай болып қалды дегенге алып келеміз, да. Поэтому өзіңіздің сөздеріңізді өте қатты анализ жасаңыздар. Мы вообще недооцениваем силу, мощность наших слов. Библияда бостан босқа слово это первое бір нәрсе деген сияқты, то есть бірінші сөйлемнің өзі сөз туралы айтылған, да. То есть это очень важный сокровенный момент на самом деле. И шынымен де бір сөздің артында сіз ойлауыңыз мүмкін, ой, какая разница, сүйрек, бәрі жақсы болады дегенне, или мен шешемне қатты разница жоқ қой деп көп адамдар ойлайды. Но по факту өте қатты разница бар. Миға сіз сигнал жібересіз. Бәрі жақсы болады деген сигналда ми не ойлайды? Я со временем бәрі жақсы болады, мен усилия қатты жібермесем болады, бірдеңе қылып шешіледі деп ойлайды да. А егер жоқ, мен қазір жауапкершілікті алып, мен шешемін деп айтатын болсаңыз, онда автоматом мозг начинает двигаться, там моторы начинает двигаться и думает, так, нені шешуге болады, қалай шешем деген секілді, да. Сондықтан, егер сіз, ой, қазір Инстаграмда бүкіл алгоритм өзгеріп кетті, білмеймін, әйтеуір өмір осындай болады ғой, бір күн жақсарады деп сыртқы жағдайға лақтыратын болсақ, онда өкінішке орай ешқандай нәрсе өзгермейді. Или там кризис болып жатыр, адамдар өзгеріп жатыр, там бүкіл жерде кризис тек менде емес деп сыртқа қарай бүкіл нәрсені итере беретін болсақ, это девчат, ояну керек ондай адамға, да, потому что оның барлығын сен миға сигнал беріп жатырсың. Ты не виновата, ол сырттағы адамдар кінәлі дегендей. Ол сізді ешқашан іштей оятпайды, ешқашан әрекетке көшпейсіз, ешқашан результатқа жетпейсіз. Понимаете? Поэтому локус контроля меняем, да? Оны ішке өзгертеміз. Ішке мен бұл жағдайда не істей аламын? Ал мен бұны қалай шеше аламын? Тіпті ойлауыңыз мүмкін, ой, сөзде несі бар? Бәрі жақсы болады деп айтсаң да нормально ғой деген секілді, да? Алайда өте көп, яғни сіз егер миды зерттейтін болсаңыз, нейропсихологияны кәдімгідей ішіне кіріп зерттейтін болсаңыз, вы будете в шоке. Әрбір сөз миға дөптеді, сигнал болып барады негіз. Сондықтан сөздеріңізді дұрыстап, фильтрлап қолданыңыздар. Өздеріңізге бүгінге просто такой вот вопрос, күніңізде көбінесе қандай сөздер қолданасыздар? Жертва состояниясынан сөздер ма, сыртқы факторға итере салатын, әлде мен автормын позициясынан сөздер көп қолданасыздар ма? Бұл ең маңызды бірінші лайфхак болатын. Кеттік екіншісіне өтеміз. Екінші лайфхак правило 2 минут деп аталады. Өте танымал болуы мүмкін, алайда көбіміз жасамайтын лайфхак. Давайте сөз берейікші, осы видеодан кейін точно жасайықшы. Енді қараңыздар, сіз үлкен бір мақсат қойдыңыз, иә? Мысалы, охватты көбейткім келеді деген секілді. Или же осы жылы болашақ стипендиясына түскім келеді деген секілді. Или финансово грамотный болып инвестицияға ақша құйып бастаймын дегендей. И ол миға вообще түсініксіз бір тапсырма. Окей, оны біз жасаймыз, бірақ қашан, қалай жасаймыз, вообще непонятный нәрсе. Поэтому тут ключевой момент не істейсіз. Ключевой важный момент 2 минуттық ереже, сол үлкен мақсатқа 2 минуттық бір әрекет жасайсыз. Я? То есть ми қатты ажырата алмайды, болашаққа түсейін деп жатыр ма, әлде всего лишь 2 минуттық бір әрекет жасады ма? Ми үшін бірдей сигнал. Егер сіз алыста, болашақта, иншаллах, мен бір күні осы шетелде оқимын, немесе әйтеуір бір күні мен осы инвестиция құйып бастаймын деген сияқты қойсаңыз, ол миға нақты тұрақты сигнал емес. Ол не істейді? Ну да, бір күні инвестиция жасармыз дейді, бірақ бірде-бір әрекет жоқ. Әрекет жоқ, понимаете? Поэтому сіз инвестиция жасағыңыз келе ма? Хоп, 2 минуттық әрекет жасайсыз. Қандай? Бірден Freedom Broker'ді ашып, өзіңізге счет ашасыз. Или Табыс Продан деген секілді, да? То есть 2 минуттық әрекет уже, ого, я в этом направлении деген секілді миға өте күшті сигнал береді. Например, осы жылы сіз IELTS тапсырғыңыз келеді. IELTS тапсырайын деп жатырсыз, и
Бірақ просто мида тұр, осы 2027-нің майында тапсырамын деген сияқты просто мида тұрса, онда ол миға ешқандай фокус, әрекет, нәтиже алып келмейді. Ол үшін не істеу керек? 2 минуттық әрекеттен бастауыңыз керек, кем дегенде. И 2 минуттық бүгінгі әрекет не болуы мүмкін? Просто listening, құлағыңызға там speaking или listening партты қойып қоясыз, и отырып посуда жуып жатасыз. Классный лайфхак, я вам гарантию даю, сүйрік айтты дейсіз, 2 минуттан сіз болды, 2-ақ минут өтті деп өшіріп қоймайсыз ғой, ары қарай 15 минутқа, 20 минутқа созылып кетеді. Получается, сіз күнделікті үлкен мақсатыңызға 15-20 минуттық қадам жасап жатырсыз. Оның өзі өте күшті, керемет. Үшінші өте маңызды лайфхак, өзіңіздің дофаминіңізді регулировать ету, өзіңізге кішігірім тапсырмалар беру. Мысалы, кем дегенде қараңыздар, дофаминнің структурасын сіздерге бірінші түсіндірейінші. Дофамин деген нәрсе бар. Көбісі оны қандай гормон деп ойлайды? Ләззат гормоны деп ойлайды. По факту ол гормон неге жауап береді? Сіздің мотивацияңызға, жаңа идеяға, әрекетке жауап береді. Енді қараңыз, сіз ұйқыдан тұрдыңыз, организм дофаминға мұқтаж. Егер сіз сразу телефонды алып скроллинг жасайтын болсаңыз, онда автоматом ол уже дешевый дофаминді алып қойды. И оған мұқтаждық жоқ басқа түрлі дофамин алуға. Кстати, осы скроллинг туралы мен соңғы видеоны шығарған болатын. Міндетті түрде осы видеодан кейін скроллингқа өтіп, зиянын көріңіз, егер сізде там скроллингпен проблема бар болса. Так вот, получается, адам ұйқыдан тұрды, дофаминға мұқтаж, бірден телефонды алды, тредс, тиктоктарды скроллинг жасады, барлығын қарап шықты, и все, у него дешевый дофамин толды да, и ол уже тұрып там бір әрекеттеніп результатқа жетуге мұқтаждық мүлдем керек емес та. И ол не істейді? Автоматом просто алады да, ары қарай жата бергісі келеді. Немесе, ладно, жұмысқа бару керек деп, без никакой мотивации жұмысқа кетеді. А дешевый дофаминнің срок годности бар жоғы бірнеше ғана сағат, 1-2 сағатта ол бітіп қалады. И вы обратно без никакой мотивации двигаетесь. Теперь, как это можно поменять? Что можно с этим сделать? Дешевый дофаминді азайту үшін ұйқыдан тұрғаннан кейін бірден 30 минут өзіңізге уақыт беріңіз. Как будто за 30 минут твой организм просыпается, возбуждается, там қосылады деген секілді. И 30 минут бойы төсек жинаңыз, или же там тамақ пісіріңіз өзіңіз үшін әдемі завтрак, бетіңізге уход әдемі жасаңыз, там 10 минут там сызылып бүйтіп тартылып алыңыз деген секілді. И мүлдем өзіңізге прям дайте время полностью прийти в себя. И одан кейін уже, видите, төсек жинадың, уже появился у вас не дешевый дофамин, а как раз таки здоровый дофамин, да, ішіңнен пайда болатын, да. Мен бір тірлік бітірдім, давай келесі тірлік бітірейін деген секілді. Видите, какая разница? Поэтому ол дофаминді, фокусты меняем. Вот и все. Всего лишь 3 лайфхака. За 12-13 минут вы уже получили. Давайте сделаем conclusion. Давайте кеттік. Бүгінгі видеода нені үйрендіңіз? Өзіңіз сыртқы факторға еш қарамастан, тек қана өз өміріңнің автор ретінде әрекет етуге басты 3 лайфхак. Бірінші лайфхак ол локус контроля. Да, сен сыртқа мән беріп жатырсың ба, әлде ішке ма? Екінші маңызды лайфхак ол не болды? Теория 2 минут. Всего лишь 2 минут қана өзіңнің дәу арманыңа әрекеттенесің. И үшінші маңызды лайфхак не болды? Дешевый дофаминді меняем здоровый дофаминға. Ол үшін ұйқыдан тұрған кезде алғашқы 30 минут телефонды қолға алмаймыз. Обратно повторюсь, скроллинг сіздің басты проблемаңыз болуы мүмкін. Оны көру үшін міндетті түрде соңғы шыққан видеоларға өтіп, обязательно қарап шығыңыз. Енді кеттік. Окей, сүйрік, бұлардың барлығын өмірде қалай қолданамыз? Смотрите, моя стратегия такова. Да, у меня охваты падают. Да, иногда сыртқы результаттар не соответствует менің әрекеттеріме. Но мен оған қатты мән бермеймін. Неліктен? Себебі менің ішімде өзімнің стратегиям бар, өзімнің қалауларым бар. Я сама от этого кайфую, то есть потенциалыма сай, мен бұл жұмысты таңдағандықтан, мен просто ләззат алуға, процесске фокус қоямын. Результат болмай қалама кейде, да, ащы шындық сол. Всегда біз бүкіл нәрсені под контролем ұстай алмаймыз. Бірақ сен кейде анализ жасау арқылы, стратегия өзгерту арқылы өзіңе көмектесе аласың. И тут самый ключевой момент, өзіңе каждый раз осылай анализ жасап көмектесіп отыруың керек. Ал ол үшін жаңағы 3 ережені жасап отырсаң, онда сенің өмірің үлкен бір дәрежеде жеңілдей түседі. Хорошо? Теперь, девчат, қазіргі таңда мен өзімнің осы подкасттарымды кішкене рекомендацияға шықсын деген сияқты нәрсемен көп әрекеттеніп жатырмын. Сіздерден өте үлкен көмек керек. Ол просто лайк, репост,
коммент жазсаңыз болды, бұл видео демек қызық аудиторияға деп YouTube алгоритмі считывать етеді и бірден рекомендацияға шығарады. Сіз үшін бұл нәрсе өте тегін, мен үшін бірақ мықты стимуляция. Одан бөлек, егер Серік, мен сенің ары қарай продвижениеңа көмектескім келеді десеңіз, онда міндетті түрде осы видеоны неге көру керек әрбір адам, сол туралы үлкен бір комментарий жазып та өзіңіздің сторисіңізді белгілейтін болсаңыз және маған оның скрин жасап жіберетін болсаңыз, онда мен сізге өзімнің танымал гармонияға толы отбасы атты курсыма тегін доступ беремін. Ол соңғы поток 75.990 теңгемен адамдар тіркелді. Алайда сіз үшін ол тегін болады, егер бар болғаны осы бір нәрсені жасасаңыз. Ол не? Просто берете сторисқа осы видеоны салып, осыны көріңіздер деп, или там осы парақшаға Серікке жазылыңыздар деп айтуыңыз жеткілікті. Менің басты мақсатым сіздерге пайдалы болу. Надеюсь, сегодняшнее видео вам хоть как-то помогло. Сіз жалғыз емессіз, мен де сіз сияқты кейде қиыншылықтардан өтемін, бірақ біргеміз. И ол қиыншылықтарды өткен сайын мен сіздермен күшті видеолар арқылы, өзімнің курстарым арқылы, терапияларым арқылы көмектесуге тырысып жатырмын, қыздар. Сізден бар болғаны маған қолдау керек. Лайк, репост, коммент. Не забывайте. Келесі видеоларда көріскенше, а еще лучше жаңағы тегін мүмкіндікті қолданып қалда курста көрісейік.